Orazada ауыз бекітпеген ағайын туғандарды шақырмайды. Сол дұрыс па? Негізінде оразадағы тамақ ораза тұтқан адамдарға да бұл ше, ағайын. Негізінде бұл оразаның тамағы ифтар. Қанша адамды шақырып ауызашар беретін болсаңыз, сонша адамның, яғни ораза тұтып, кешке шейін аузы құрып, қарны ашыққан адамның bütün сауабына ие боласыз да. Қандай үлкен сауап. Бізде кейбір ана жыпырықтар бар. Өзі аузы ашып, ауқатын ішіп жеп жүреді де, ертеге болады жаңа жерге. Сөйтеді де, ұялмай ауқат жейіп отыра береді. Ұялмайды. Ода ұят жоқ ода. Ода намыс та жоқ ол адамда. Отыра береді. Қабыл болсын ода. Сен не жұмыс бар? Қабыл бол. Сол дәрежеде отырып алады, ақша еке, көкше еке деп отырады. Ондай адамдар бар ғой, шақырмау керек ондай адамдар. Оразаға, сіздің ауқатыңызға таза адамдар келсін, ораза тұтқан адамдар келсін. Байкемей ақ қойсын, кедейді алып келіңіз, сауабын аласыз, сауабы жетеді соның сауабы. Қараң. Пәленші құдам еді, түгенші құдам еді, болмайды. Бәлкім сол тамақты ораза адам жейтін болса, өте үлкен сауап болады. Енді мысалы оны бір шартпен шақырса болады. Сол уағыз қылатын болса, сөзді уағыз естіп бір жүрегі ашылса екен деп шақырсаңыз болады. Бірақ жүда құрметтеп оны төрдің төбесіне отырғызып болмайды.